Қайырлы күн, құрметті қыз-келіншектер. Сіздермен бірге Гүлназ Сәбитқызы, гинеколог, эндокринолог және косметолог. Бүгінгі біздің тақырыбымыз акне жөнінде айтып бергенге отыр. Кейбір қыздарымыз угри дейміз, кейде акне дейміз. Ең дұрысы акне. Акне деген біздің бетіміздің именно майлы бездің қабынуы. Біздің беттеріміз бірнеше қабаттардан тұрады. Сыртқы қабатын айтамыз, ортаңғы қабаты және соңғы қабаты май бездері орналасқан майлы қабатты айтамыз. Міне бізде осы майлы бездің қабынуы. Ол қай кездерде қабыну болуы мүмкін? Көп жағдайда қандай да бір бактериялардан болатын болса, бет терісінің өзінің микрофлорасы бұзылған болатын болса, біз кез келген жағдайда біздің көптеген ағзаларымызда, мысалы шышты қабаттарда өзінің шышты қабат болсын, бет терісі өзінің қалыпты ортасы болады. Мысалы мұрын қуысының да, беттің де, қынаптың да деген сияқты, асқазан ішек жолдарын деген сияқты, тура осы беттің де өзінің микрофлорасы бұзылған болатын болса, қандай да бір патогенді бір бактериялар жұғатын болса, мысалға бір жаңағыдай бетпен сүйісіп амандасып жатарсыздар, не болмаса біреудің киімін басқа біреу киіп жатқан болуы мүмкін. Мысалы сіз басқа біреудің киімін киетін болсаңыз, қалпағын киетін болсаңыз, водолазкасын, кофтасын деген сияқты, міне осылардың нәтижесінде бізде осы жаңағыдай қандай да бір патогенді микроорганизмдер жұғуы мүмкін. Немесе мысалға егер де бетімізге қандай да бір ашық түрде болатын болса, мысалға ашық сондай бір қабынып тұрған болса, сыртқы ортадан мысалға жаңағыдай баняға барған кезде, немесе жаңа айтқан басқа киімдерді киген кезде деген сияқты, сол кезде ол жерде қабыну болуы мүмкін. Бұл акненің өзінің түрлері бар. Мысалға майда комедонды болды, комедонды дейміз, мысалға қандай да бір жара түрінде болатын болса, одан кейін жай майда түйіршіктен болатын болса да, оның өзінің түрлері болады. Сондай жағдайда біз не істеуіміз керек? Біз ешқашан оны біз сықпауымыз керек. Өйткені біздің мына тері астында өте көптеген қан тамырларымыз бар, нерв жүйесі бар да, соларға егерде соларды зақымдайтын болсақ, бізде керісінше ол бізде асқынып кетуі мүмкін. Басқа да жерлерімізге тек қана мысалы бет аймағында болатын болса, ол асқынып, мына несіне, мына Т-зонамызға, мына жоғарғы маңдайымызға, немесе мына төменгі бөлікке, иегімізге, кейде болады мойын жағымызға, құлақтың артына дейін ол майда болып көбейіп кетуі мүмкін. Және де егер де біз бұған дұрыс күтім жасамайтын болсақ, дұрыс емдемейтін болсақ, оның артынан бізде пост-акне дейміз, немесе рубцевание дейміз, майда ол жерде түйіндер қалуы мүмкін, орны қалуы мүмкін, бетіңіз былай айтқанда дақ құсап, немесе қандай да бір шрам сияқты болып қалып кетуі мүмкін. Сол себепті біз міндетті түрде себебін анықтауымыз керек, қандай да бір патогенді факторлар болатын болса, микроорганизмдер болса, соған арнайы жағында алып, соны емдеп, жергілікті емдеуімізге болады, және де барлық ағзамызды, асқазан ішек жолдарының, бауыр жолдарын, бауырдың қызметін, өт жолдарының қызметін реттеу арқылы біз бұны азайтуымызға болады. Сол себепті егер де бетіңізге осындай акнелер шығып бастады ма, міндетті түрде дәрігердің көмегіне жүгіну керек. Дерматологтың, дәрігердің көмегіне жүгініп, соларды анықтап, комплексті түрде ем қабылдау керек. Беттеріңіз әдемі болсын, ешқашан ауырмаңыздар. Сонымен қатар тағы да бір айтып кететін, қазір өте көптеген жаңа емдеу жолдары бар. Мысалға бұл дәрі-дәрмектен, микроорганизмдерді жоюдан басқа, мысалға плазмалифтинг дейміз, биоревитализация дейміз, қандай да бір шрамдар қалатын болса, дақтар қалатын болса, соны жоюға болады.